Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында әзірленді. Ақ пен қара, жүрісті сана, шақ қамат. Бүгінгі тақпақ осындай шатпақ. Арма құрметті көрермен, қазақ сөзінің мәні мен парқын білмейтін шала жазарманның шамасын байқап отырған боларсыздар. Ал тілшінің санасынан тыс қалған мәселені меймандар тарқатады. Қазіргі қазақ әндерінің сиқы осы, діңгір-діңгір. Хит деген әндердің дені осындай, тыңдап көріңізші. Музыка адамға жан тыныштығын сыйлаушы еді, ал қазіргі саз өмірден баз кештіріп жібереді. Ал сөзі осы біздің әншілер әдейі ұйқасы жоқ мәтінді іздеп жүріп табатын секілді. Әлде өзі жаза салам екен? Сөз ұйқаспайды, келмейді ешқандай. Жас топтар шықты қазір, өздері жазып алады, сөзін өздері айтады. Біз жаңағы Европаға кетеміз, Кореяға кетеміз деп оламыз барлығы. Келешекте ол қалып қоятын дүние. Уақытша нәрсе. Бір уақытта іріктеп, екшеліп қалып қояды. Анам осылай билейді, әкем осылай билейді. Ән дейін десең, бүкіл туысының биін айтып шыққаннан өзге дәнеме айтпайды. Арасында биле-биле деген сыбыры бар. Басқа сөз жоқ. Бұл не? Тілек пе, мазақ па? Мың жерден жаңашыл, заманауи болса да, қазақы көңілге қонымсыз бір қойыртпақ мынау деген. Қысқасы, биле-биле, ойлай берме, зың-зың. Міне, осындай қойыртпақтар ғой, ән дейтін падиша өнерге қиянат жасап жатқан. Өнердің дәрежесін түсіріп атқан кездер болады. Тойдың дәрежесінде немесе жалпы халықтың ғана өресінде сол халыққа өтсе болды деп бір нәрселерді қайталап айта беріп, солар тез жаттап алса, соның арасында хит болса деген сияқты жеңіл жолдарын іздеу меніңше өнерге деген қиянат деп ойлаймын. Ешбір әннің дәм татуы жоқ. Әншілеріміз жалаң көйлекпен сахнаға шығып, синхронды қимыл көрсетуден аса алмай келеді. Әнін алға тартама, тәнін алға тартама, түпкі мақсаты белгісіз. Ессіз талғам пайда болады. Және өнердің өлшемі өзгереді. Сол ессіз әндер ертең идеология құралға айналады, және жетекшілік қабілетке ие болады. Ең қиын жері бұл осы. Бұл қалай? Біз сияқты жаңадан қалыптасып келе жатқан мемлекет үшін үлкен қауіп. Рухани жаңғыру негізі осыған жаңағы қатысты қойылған қорған ғой. Ұлттық жадыны жаңғырт дейді, ұлттық болмыс жаңғырт дейді. Ұлттық жад деген ұлттық ән емес. Мәтіні тұрпайы кей жерлерінде анайлыққа дейін жететін әндер құлаққа түрпідей тиіседі, жастардың арасында кеңінен таралуда. Дұрыс әнге жармаған жастар болашақта қандай құндылықтарға ден қояды? Қорқынышты. Филология ғылымдарының докторы профессор Жанат Әскербек қызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Әнші, өнертанушы Ерлан Төлеутай. Қазақтың әні өлсе, әдебиеті жесір қалады дейді Жүсіпбек Аймауытұлы. Ендеше бұл заманның ән мәтін авторларының көбісі неге жөнді сөзге жармай жүр? Дәл осы сұрақты біз студия меймандарына қоямыз. Олай болса, ой және ойын алаңына қош келдіңіздер. Халықтың рухты жандандыратын, түлететін өнер. Өнердің бірі ән, оның әр жақпасында тұрған сөз. Сөз біздің қазақ халқы үшін, оның ғасырлар бойы жасап келген салты мен дәстүр үшін, ғасырдан ғасырға аттап өмір сүрген рух үшін ең басты мәселе. Шындығында да қазіргі әннің арқауы болып жүрген сөздер мәселесі
жан жүрегімізді ауыртатыны рас. 21 ғасырда бізге мынау жеңіл өнер біздің тілімізге, сөзімізге жау болып дейді. Мен оларға баяғыда баға берген фанерчиктер. Бұлар мына мәтінге ой көзбен қарамайды. Бұлар мына көрерменнің көңілін аулау, сауық музыкасы. Сондықтан неғұрлым түсініксіз болса, неғұрлым қиқы-жиқы болса, ол жаңа ешқандай музыкалық заңдылыққа бағынбаса, ол поэзияның ешқандай заңдылықтарынан алыс болса, соғұрлым көпшілікке ұнайды. Осы жерден біз іздеуіміз керек. Неге бұлай болды дегенде. Тек қана бізге осы бір кінәсі, бір кінәлі жұрт, осы қазіргі жасанды жұлдыздарымыз, осы мына фонограммамен айтатын әнші сымақтарымыз. Бұл жерде басқа мәселені көтеру керек сияқты. Өйткені сөз ау баста танымдық қызмет атқарды, тұрмыстық қызмет атқарды, қарым-қатынас құралы болды. Адамның жан жүрегіне әсер ету, көңіл күйге қарай сөйлеу. Міне осындай сөздің поэтикалық қызметі, әсерлілігі, эмоциясының барлығы да негізінен әнде көрініс тапты. Өйткені қазақ басынан талай оқиғаны кешті, қилы заманның зары да, шері де, қуанышы да, барлығы да ән арқылы осы күнге жеткен болатын. Біз әрине ол әндердегі сөзді, ол әндерді біз жадымыздан өшіре алмаймыз. Ол мүлде халықтың санасынан кетті, тыңдамай кетті деп айта алмаймыз. Бұл жерде сіз айтып тұрған мәселе сөздің құнының кетуі емес, сөздің құнын кетіретін бір топтың пайда болуы. Және өнер халыққа қызмет етеді, бірақ өнерді тудырушы, өнер адамы сол өнерді өз деңгейінде тудыра білу керек. Бұл жерде мәселені ән деп қабылдаңыз, өнер туындысын. Ал енді біздің сіз айтып тұрғандай мәселе екінші жақтан келетін сияқты. Өйткені әнге сол тамаша өнер туындысына қызмет ету емес, болмаса енді үлкен киелі ұғымдар ғой әрине, бұл басқаша ән, басқаша сөз болатын нәрсе. Бірақ не нәрсені өз орнында пайдаланбай, әр нәрсенің құнын түсіру, бұл тобырлық мәдениетке де тән деп айтуға келмес. Бұл біздің өнердің құлағын ұстаймыз деп жүрген, немесе өнердің айналасында жүреміз деп жүрген қазіргі жастарымыздың ұстанымы сияқты. Бұл жерде мына өнерпазды айқындап алуымыз керек. Осылар өз өнерпаз ба, жоқ әлде өнерпаз емес пе? Мен мына осы қазір жұлдыздардың өнерпаздығына күмәнмен қараймын. Өйткені бұрын қалай болды? Бұрын мектептер болатын. Соң кейін мына технология заманы келді. Оның жаңа дауыстың үні, бояуы, мына жез таңдай бөледі әншілерді. Күміс көмей, осылай кете береді әншілердің. Қазір ондай талаптар қойылмайтын жаңа. Жағдайға жеттік қой. Бәрі мына компьютерге отырады, сыбырласа да қазір ән қылып шығарады. Сосын қазіргі компьютерлік технология, қазір енді біз әндеріміз қарап отырмыз ғой. Ең көп ұрлағанымыз румын әндері, өзбек әндері, мына қырғыз әндері, үндінің әндері. Осындай Армениядан да ән ұрлап жатырмыз. Ұрлап аламыз да. Қазір мен қарап отырсам, мына осы қазір жұлдыздар шығып жатыр ғой. Мен солардың тіпті тегіне дейін қараймын. Осы кімнен өрнек алды? Әр жағында ұстаздар кім? Сонда әр жағы түк жоқ, жалаңаш. Ешқандай мектептен өтпеген. Сонда бұлар өнерпаздықтың не екенін де білмейді. Сондықтан қазір біз мынандай неге көшуіміз керек енді, шара қолдануымыз керек. Мына бір сөз бар баяғыдан қалған. Бәрің бірдей тойшы болсаң, жын боларсың дейді. Бәрің бірдей қойшы болсаң, құл боларсың дейді. Сондықтан бірің қойшы, жаңа сіз айтқанда, біріміз тойшы болып, екі жақты тең ұстап. Әркім өз орнында, өз. Соған біз келуіміз керек. Сосын мына өте қатаң шаралар қолдану керек. Сондықтан бірінші бұлардың әлгі ахиллес өкшесі деген әлгі ең осал тұсы, бұл фонограмманы қысу керек. Оны біз заңмен реттеуіміз керек. Фонограмманы реттеу керек. Сосын мына көркемдік кеңесті өте жаны ашитын адамдарды қою керек, кәдімгі принциптің адамдарын, жаңа тобырлық музыка өкілдерін маңайына жолатпайтын. Сосын телеарналарға, радиоларға тұсау салу керек, олардың шегі болу керек. Достарды тоқтату үшін не істеу керек? Біз енді бәр нәрсе осылай кетпеу керек қой. Не бұлай тоқырауда қалмау керек, не болмаса жаңағы деңгейі түспеу керек, поэтикалық биік сақталу керек, эмоциялық, эстетикалық құндылықтар сақталу керек. Яғни былайша айтқанда өнер өзінің өз биігінде тұру керек. Ал осы бағытта атқарылатын жұмыстарды ешқайсысын айтамыз, бірақ ештеңе істей алмаймыз. Мәселе осында. Неге өзің жаңа айтып отырғандай көркемдік кеңес
қалай сахнаға және әндерді жіберіп жатыр. Сөзінде ешқандай мағына жоқ. Және сіз айтылғандай жағдайлар тек қана өнерде емес, ғылымда да болып жатқан жағдайлар. Біздің енді көптеген әншілеріміз дейме, басқа дейміз бе, енді басқаның бәрін қойып ғылымға да келіп жатыр. Ол да сөз болып жатқан мәселені жасырып жабатын түгі де жоқ. Ешкімге қазақтың азаматына, аруына біз өспесін, болмасын деп жатқанымыз тағы жоқ. Бірақ ол сол талапқа келген жеріне сай болып келу керек қой. Осы мәселелерді доғару үшін, тоқтату үшін, яғни өнердің нағыз өнерге, нағыз өнер адамына жол ашу үшін, нағыз өнерге қызмет, өнерді өзіне қызмет еткізіп жүрген емес, өзі өнерге қызмет етіп жүрген талантты жарқыратып көрсету үшін атқаратын жұмыстарымыз шешу керек, айту білуіміз керек қой. Көркемдік кеңес неге объективті тұрғыда бағаланбайды? Не себепті саралаудан өтпейді әндер дұрыстап? Не себепті жаңағыдай көркемдік деңгейі жоқ, ұрланған, даңғаза, даңғыра әндер теледидарға, радиоға шығып кетіп жатыр сахнаға? Енді мен осы үрдісті көріп отырмын, енді өзіңіз сияқты. Сонымен байқағаным, жаңағы мына тобырлық мәдениеттің өкілдері бір керемет тұлғаға айналып кеткен, авторитеттіге айналып кеткен. Мысалы, олар қайда барса да есік ашық. Олар кез келген әкімнің есігін теуіп береді, кез келген ректордың есігін теуіп береді. Жаңағы профессор, доктор деген оларға жай мына біздің шахматтағы мына пешка сияқты, мына сарбаз сияқты болып қалды. Бұрын мысалы профессор, доктор, ғылым адамы өнер адамынан жоғарыда тұратын, өйткені ғылым иесі ол мына биік болу керек. Қазір керісінше жаңағы біздің өнерде емес қой, жаңа мына тобырлық мәдениеттің өкілдері ол бәрінен биік тұр. Олар мысалы патшадан ғана өзін аласа сезінетін шығар. Олар министрмен де тең дәрежеде сөйлеседі. Сондықтан мына осылардың да авторитетке айналуы біздің қоғамды оларға қарсы күресетін күштерді қалдырмады. Енді шамалы бір айғайлап жүрген мына әлгі айта Алтайды Жамал апам қартайды деген мына біздер мына бір сүтке тиген мысықтай болып, бізде бір осы қоғамның бір жек көрінішті бір пендесіне айналдық. Ал бізде сұрақ, Ерлан мырза, сіздің тарапқа қатысты қойылады. Осы 20 жыл көлемінде тобырлық мәдениеттің қарқынды өскенін айттыңыз. Ал енді осыған тарихи және психологиялық әсер ететін факторларды атап өте аласыз ба? Бұл жерде біз мына дәстүр деген болды бізде. Тіпті мына біздің эстрада дәстүрі бар ғой, мына 60-шы Досмұқазан, мына Роза Рымбаева осы негізін қалады деп айта аламыз. Роза Бағлан апаларымыз айтты. Бұл да біздің бір қазақтың жанына жақындатылған, қазақтың жанына бағындырылған өнер еді. Сонда мысалы біз осының өзінен қол үзіп кеттік қой. Осы жолдардың өзі үзіліп қалды. Сонда біз мына тарихи фактор дегенде, мына тарих жоқ бізде. Мына өнерпаздарымызда тарихи сана жоқ. Егер олда тарихи сана болса, ол Біржан Салды, Құрманғазыны, Мұхитты, Кененді білсе, онда ар пайда болар еді да, ол ұялар еді, әй қой ұят болады деп. Сондықтан бұл жерде тарихи фактор дегенде, мына тарихи сананың жоқтығы. Өйткені тарихи санаға ие болатындай, оларда оқу-тоқу болған жоқ. Сондықтан бұл не, бұл тарихты да білмейді, сосын бұл жаңа дәстүрді де білмейтін еді. Сосын бұлар жаңа психологиялық жағдайда бұл тобырдың психологиясы деген болады. Тобыр өзі жаман нәрсеге үйір болады. Мына халық деген ұлы нәрселерді аңсайды. Мына еркіндік, бостандық, сұлулық, көркемдік, ұлылық халық болған ол. Ал енді мына тобыр, олар неғұрлым ішіп, жеу, тою, билеу, желпілдеу, селкілдеу, бұл бәрі тобырдың еншісі. Жақсы аға. Енді бізде сарапшыларға дәл қазір пікір білдіруге уақыт ұсынсақ, шахмат тақтасында бірнеше жүріс жасалды, пікірлер де айтылды. Және ол айтылған пікір де аз емес. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Немесе тараптардың қайсысы алда? Ойыннан бөлек ой тұрғысында. Ән сөзінің екі үлкен мәселесі бар осы сәтте біздің басымызда. Ол жұрттың айтуы бойынша. Біріншісі, ән сөзі дұрыс жазылмайды, қалай болса солай жазылады деп жаңағы өлең сөз, өлең тілі туралы айтып отырмыз ғой. Екіншісі, ең үлкені, сол дұрыс жазылған ән сөзін дұрыс айтпау бар.
Шында да біздің әншілеріміз ритмге, әуенге беріледі де, оның сөзі сонша маңызды емес, әуенді көбірек шығаруға бар ынтасы, әуенді дауысын шығаруға. Одан да маңызды нәрсе өзін көрсетуге. Орындаушылық шеберлігі көрсетуге. Өзін сахнада дұрыс ұстауға. Сөйтеді де ән сөзіне немқұрайды қарау бар. Жаңа Ерекең айтып жатыр ғой, тобырлық музыка деп, мысалы, тобырлық әуен деп. Ол тобырлық әуен болса, ол соншалықты үлкен мәселе болмас еді. Ол тобырлық әуеннен асып кетті. Ерекең айтқан уәждердің бәрі көңіліме қонып отыр, себебі ол жаңағы тарихи сананы тілге тиек етті. Шынында да қазіргі даңғаза музыкаға ерген халықтың сол жаңағы талғамын ескермеген, осы халықтың талғамы тек қана даңғаза музыка деп өздері шешкен композиторлар, хит қуған әншілер, бұлардың бәрі туралы жаңағы Ерекең жақсы айтып өтті деп ойлаймын. Ал енді алайда маған мынау жаңағы көркемдік кеңестің жоқтығы, осы әннің мәтіндерін електен өткізіп бекшейтін жаңағы бір жүйенің жоқтығын айтқан Жанат ханымның жаңағы ойлары өте ұнады. Бағалау тұрғысынан келетін болсақ, шында да Ерекең айтты ғой, жазушылар өзінің қызметін жойылды. Академия, мысалы, ақыл ойдың кеніші ғой, бұлай академия қалай десек те, академия қоғамдық ұйымға айналды. Шында да сөздің қадірі, ақылдың қадірі кетті. Ерекең айтқан ойы, ақылсыз адамдарды басқару әлде қайда жеңілдеу. Айтылған ойдың барысындағы осы тұс сізге ұнады, көңіліңізден шықты. Бәрекелді. Өлең сөз өнеріндегі қасиетті ұғым, поэзия тілі қарабайырланып бара жатқанын көріп жүрміз. Бұл жазарманның білім деңгейімен сөз қорына байланысты ма? Біз енді Абайдан асырып ештеңе айта алмаймыз, өлең сөздің патшасы деген. Поэзияның тілін бүгінгі таңда сіз сұрап айтып отырғандай қарабайырлануы сөздік қордың жоқ болуынан емес, көркемдік дәстүрдің жоқ болуынан емес, ол бірақ қана сөзбен айтуымызға болады, ол кем таланттардың ісі. Ал бұл таңда бізде жаңа мен сөзімде айттым, өнерге қызмет ету деген бар, және өнерді өзіңе қызмет еткізу деген бар. Өнерпаз өнерге қызмет етеді, ал өнер халыққа қызмет етеді. Бізде бәрі басқаша болып кетті. Бізде өнер туындысының шамасы жетсін, жетпесін жалына жабысқан кезде мен өзімді танытсам деген менімен ой тұрады. Пиар жасау, жарнама жасау. Менің атағым болса, мен атақ алсам, мен ақша алсам, немесе мен керемет танымал болсам, мен мақталсам деген. Жақсы. Бүкіл осы неге кетіп қалғанда, сөйткенде ана өнер, поэзия маған қызмет етсе деген пиғыл алып кеткен. Осылай болып кеткен, сондықтан да жаңа сіз айтып отырғандай қарабайырлану, поэтикалық қолданыстардың күйреуі, көркемдік дәстүрдің жоғалуы, осының бәрі осыдан келіп шығып жатқан нәрсе. Бұл жерде алық болсар жоқта дер едім. Бірақ біз мына адресіне мекен жайымен айтуымыз керек. Поэзияның неге бұндай күйге төмендеуі, былай айтқанда поэзияның азуы дейік. Өнер бәрі енді тұтас алсақ азу дәуірін басынан кешіруде. Музыка өзінің ең соңғы стадиясына тоқтап тұр қазір. Қазір біздің қазақ халқының санасын басында айттық қой, шумер заманнан кейін жатқан мықты санасын ештеңе қирата алмап еді. Мына 20 жылда мына жынды музыка құртып бітті. Енді поэзияда біз қандай олқылық көріп отырмыз? Мына ақын өз оңаша болу керек еді. Біз ақындардың бәрін сүйреп бәрі сахнаға шығардық. Олар жаңағы мәтін жазғыш болып кетті. Жаңағы енді арзан мына әнсімақтарға. Олар да жаңағы мына тобырлық мәдениеттің бір пұшпағын илеуші болып кетті. Сосын мүшәйра дегендер шықты. Сол мүшәйраны алу үшін ақындар бәріне барады. Олар жаңағы тарихта жоқ адамдарды мақтап береді саған. Мына тарихта жоқ адамдар бар. Бірақ мына трайбалистік сана берік орнықты біздің қоғамға, ол да біздің бір дертіміз. Олар бір жоқ адамдарды, тұлғаларды тауып беріп жатыр бізге. Тарихта жоқ, композитор болған дейді, батыр болған дейді, өрімші, зергер болған дейді. Соларды мақтатып баспайға беріп жатыр. Поэзия, мүшәйраға қызмет еткен поэзия, ол дұрыс поэзия болмайды. Оның ар жағында
бәйгі тұр, әртүрлі ойындар тұр, жаңағы жазушылар одағындағы ақсақалдардың батасы бар, анасы бар, мынасы бар. Содан бір жол анау мүшәйра жеңімпаз болу керек. Мынау бәрі мүшәйраның соңында кеткен бір біз мына тенденцияны көріп отырмыз. Қос тарап пікір айтты. Бәрі осы мүшәйраға келіп тіреліп тұр ғой. Яғни жаңағы мүшәйрадан орын алған, сыйлықтарды алып алған пысық жаңағы кем таланттар, олардың аты шығып кеткеннен кейін халық кімді іздеді, соларды іздеді. Мысалы, егер де осындай жаңағы әдеби конкурстардан орын алған ақынның кітаптарын шығарады, ол халыққа жетеді деге. Ал енді ол сонда халықтың қолына, оқырманның қолына қарабайыр поэзия жетіп тұр ғой. Ал енді шын таланттар, шын поэзия, ол расында да қазір бар, қазір жазылып жатыр. Бірақ та мен өзім білетін, нағыз ақын деп танитын авторлар, олардың мен мүшәйраға жаңағы қатысып жатқанын көрген емеспін. Осы орайда сарапшылар айтты, және мамандар пікір айтты. Бір түйгеніміз, поэзияда болатын бәйге, немесе мүшәйра болсын, оның басы қасындағы ұйымдастырушылық тарап әрине таза болу керек, қарақылды қақ жаратын және қазы болу керек. Көрнекті жазушы Қалихан Ысқақ былай дейді: қазіргі прозада тіл жоқ, бұл өкініш. Қазіргі проза тілі неге жұтаңданып барады? Бұл кісінің енді пікірінде де жан бар шығар. Өйткені қазіргі таңда әрине біз жазушылар жоқ демейміз, жақсы жоқ демейміз, жақсы туынды дүниеге келмеді демейміз. Бар, жақсы өсіп келе жатқан жақсы қаламгерлер бар. Өзіндік бағытпен жәнегі жаһандану жағдайында, әдеби ықпалдастықтың аясында жаңаша туынды беріп жатқан тұлғалар, тұлға демейін енді, қалыптасып келе жатқан жастар бар. Десе де, бір нәрсе көңілді қатты алаңдатады. Мына біздің сөйлеу тіліміздің, сосын бізде қалыптасқан әдемі әдеби астары бар, құнары бар, тұспалы бар, ишарасы бар, біздің керемет тіліміздің жіктері, жүйесі бұзылып жатқандығы ол рас. Енді қарапайым күнделікті жаңа журналистикаға қатысты, әнге қатысты біз айтып жатырмыз мәтіндердегі бір тіркесті сөздерінің өзінің бұзылып келуі, бір қалыптасқан ұғымымызға сіңген кереметтей ұғымдардың бөлшектеніп кетіп, басқаша мағына қарай ауысып кетуі. Болмаса жәнегі біз мысалы мынандай бір нәрсе бар, сіздер білесіздер, ат деген сөзді қолданғылар келмейді қазір. Ал ат деген сөзді қазақ ежелгі жердің бәрінде қолданады. Ат. Ал бізде қазір бірақ мағынасында қалыптасып алған, ол ана ат тұлпар емес, жылқы емес, ат деп атады деген нәрсеге қатты қарсы шыққысы келеді. Қазақ айтады, ер қанаты ат деп. Осы сияқты бір сөздердің мағынасын өте тар мағынада ұғып алып, өздерінің көркем дүниелерінде сол тар мағынасында ғана пайдаланып жүрген жастар әрине енді бұл кішкене біздің әдебиетімізге енді қаламгерлер осы қағидалар неге ескермейді? Әркім өзінің орнында жүрсе, әркім өзінің еншісіне, жаратқан тарапынан дейміз, берілетін нәрсені істесе, басқа жаққа қарай қадам баспаса, дүниенің бәрі менікі деп бауырына тартқысы келмесе, әркім өз орнында баса, өз ісін істесе, бәрі орнында болатын еді. Бұл жердегі нәрсе таланттың кемдігі. Бір мәселені ескеруіміз керек. Біз мына әдебиет қамқорлықсыз қалғандығынан осының барлығы. Мысалы, бұрын шын талант ешқандай жұмысқа орналастырмай қалған жағдайда үйінде қаламақымен күн көрген жазушылар болды, ақындар болды. Қадыр Мырзалиев ағаларымыз мысалы, Томбай ағаларымыз да, Мұқағали ағамыз да қаламақымен күн көрді. Сондай мықты таланттардың бір тірегі болды, ол қаламақы саясаты. Енді кеңес заманында әдебиет сол билікке идеология қызметтер дегенмен, біздің жазушыларымыз, ақындарымыз өзінің жүрегіндегі сөзді, өлеңді, поэзияны, прозаны жазатын мүмкіндігі бар еді. Тіпті шетелде атақты курорттарға дейін барып жазып жатты. Ал қазір бізде ондай қамқорлық жоқ қой. Бұл жерде біз жазушыларды да ақындарды да кінәлай бермеуіміз керек. Соларға жазуға жағдай жасамай тұрған өзімізді кінәлауымыз керек сияқты. Ал енді кітапқа қатысты сұрақ туындайды. Осы сіздің ойыңыздан ойға оралған дүние. Кітапты мемлекет шығарсын мейлі, жеке тұлға шығарсын, бірақ оның мазмұны маңызды болу керек. Ал біздің елде осы мазмұнға мән беретін, оны үңіліп қарайтын ұйымдар кенде сияқты. Бізде қазір әдеби сынның және объективті сынның рөлін жоғарылату керек. Ол үшін тағы
айтқандай басымызда бізде көркемдік кеңес деген ұйымның жұмысын заңдастыру керек. Және өте объективті түрде бағалап, саралап, жүйелеп, нағыз туындыны, нағыз кереметтей болады дейтін туындыны алып шығалатындай бір жүйе құрылым қажет. Сараптаудан қалай да болса өту керек. Ал бізде көркемдік кеңес дегендермен мүмкін аты бар шығар, бірақ көркемдік кеңестердің өз деңгейінде, сол көркемдік кеңес ретінде объективті тұрғыда өнерге, әдебиеттің болашағына жанаши отырып істейтін субъективті пікірлерін бәрін ысырып тастап, тек қана объективті тұрғыда пікір айтатын көркемдік кеңестің ұйымын жандандыру керек. Жанат ханымның айтқан пікірі дәл қазіргі жағдайда енді табиғи талант қана, әркім өз орында, табиғи таланты бар адам өз орында отырса, табиғаттағыдай дамиды деген пікірді айтты. Енді сарапшылар ұтымды жүріс жасалды, 2 рет шақ қойылды, ал енді ой тұрғысында. Ал енді ой тұрғысында айтсақ, шынында да әдебиет, қара сөз, өлең сөз, қазақта қазір қандай осынша нашарлап кетті деген сөзді негізінен әдебиет сыншылары айтса болар еді, олар бұл мәселеге көбірек жақын. Енді әдебиет қолдаусыз қалды дегенге келсем, бұрын кеңес үкіметі идеология негізін әдебиет жасады, көркем шығарма. Ол кезде қолдау болды. Қазір енді әдебиет нарық жағдайына түсті ғой, мысалға. Жаңа өздеріңіз айтып кітапты әркім өзі шығарады. Үкімет мысалы тікелей ешкім кітап шығаруға жауапты емес. Бірақ енді әрине оның мазмұнын қадағалау керек. Саясаты болу керек. Мына екі тарапта бірін-бірі толықтырып жатыр, бір бағытта бағдарлама басталғаннан бастап, екеуі бір-біріне қарсы шығып емес, бірін-бірі толықтырып, бір бағытта сөйлеп жатыр. Яғни қазіргі кезеңдегі ән мәтіні, поэзия, прозаның дағы проблемаларды көтеріп жатыр, алға тартып жатыр десек болады. Енді бұл жағдай осылай өрбігеннен кейін мен мына тарапқа жақтаспын, немесе мына тарап басым деп айта алмаймыз. Қиын. Дәл осы ойын барысында шахмат тақтасының қара жағы ақ тарапқа қауіп төндірген тәрізді, яғни ойын барысында басымдық қара тастардың еншісіне түскен екен. Ал ой пікір әрине ол көрермен мен біздің сарапшылардың еншісінде қалады. Шоу-бизнестің бәрі басқарылу керек бізде. Өйткені бізде басқарылмайтын болса шоу-бизнес қалды. Олар ойларына келіп, біздің қоғамды азырып тозырып жатыр. Жаңа мәтіндердің барлығы қиратушы күшке ие. Ылғи зұлым мәтіндер. Онда ешқандай көркемдік жоқ. Жаңа мына біздің эстрадалық топтардың айтып жүргені. Стильдер өте жұтаң. Осының барлығы басқарылу керек, редакциялану керек. Ол үшін мәдениет министрлігінде, немесе ақпарат министрлігінде редакциялық үлкен алқа болу керек. Әрине біздің мына министрліктердің құзыретімен жүзеге асыру керек. Сонда біз бір нәтижеге қол жеткіземіз деп ойлаймын. Мәдениет және спорт министрлігіне бүгін таңда қарапайым тұрғындардың атынан және де танымал өнер қайраткерлерінің атынан өнерде жүрген, эстрада өнерінде жүрген көптеген артистерге байланысты арыз шағымдар келіп түсуде. Олардың ішінде әрине олардың деңгейі бойынша, фонограмма қолдануы бойынша және де ұйымдастырушылардың, концерттік іс-шараларды ұйымдастырушылардың жауапкершілігі бойынша арыздар келіп түсуде. Әрине бұл мәселе өте күрделі, және де осы мәселені шешу үшін Мәдениет және спорт министрлігі арнайы заңнама тұжырымдамасын дайындап отыр. Ол заңнама тұжырымдамасы бүгінгі күні ведомствоаралық комиссияда қаралып, бірауыздан мақұлданды. Ал енді келесі жылдан бастап осы тұжырымдаманы іске асыруға, яғни заңнаманы қабылдау бойынша тиісті қызметтер атқарылатын болады. Өтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы дейді Хакім Абай. Ал Шәкәрім Құдайбердіұлы ән өлшеуіш, өлең күміс деп әнді, өлеңді күміске теңеп, оның қоспасыз саф өнер екенін айқындап берген. Шығармашылық өкілдері қай кезде де осы өлеңді назарда ұстауы тиіс. Сонда мәнсіз мәтін, әрсіз өлеңнен құтыларымыз анық.